Артур Конан Дойл. Жоғалған әлем. Аударған Әділет Қабылов. 9 бөлім. Темекі түтіннің жұқа қабығына мен өзіме көптеген фотосуреттер арқылы таныс оның бетіне мұқият қарадым. Өркеш мұрын, арық жағы қусырыңқы, қоңыр жирен шаш, әлден ағара бастаған мұрты ширатылған. Шағында бірақ назар аударарлық сақал. Онда негізгі сипаттары ширақтық пен өміршеңдік болып келетін Наполеон, Дон Кихот пен әдетте спортты, иттер мен жылқыларды жақсы көретін ағылшын джентльменіне бір ұқсастықтар бар еді. Күн мен жаңбыр оның терісін қатайтып ақтастаған екен. Қалың қасы әрі түксиген қабағы оның онсыз да суық жүзіне қатыгез түс беретін, ал әжімдермен мыжғыланған маңдай оны одан сайын қатал көрсететін. Денесі арық, бірақ күшті болатын, ал шаршамайтындығымен шыдамдылығы жағынан Англияда оған ешкімнің тең келмейтіні талай рет дәлелденген. Өзінің 6 футтың үстіндегі салмағына қарамастан, ол орта бойлы адам болатын. Оған оның сәл еңкіштігі кінәлі еді. Атақты лорд Джон Рокстон осындай адам еді, және қазір, қарсы бұлдымда отырып алып, ол маған мұқият қарады. Сигарын сора түсіп, біразға созылған ыңғайсыз үнсіздікті бұзу үшін бір сөзде шығындаған жоқ. Ал деді ол ақыры, сүйкімді балаң жігіт, енді бізге шегінуге болмайды. Иә, шынында екеуміз өз басымыздан жоғары секірген сияқтымыз. Ал сіз залға кірген кезде басыңызға мұндай ой келмеген болар. Бұл менің түсіме де кірген емес. Дәл солай. Менің де түсіме кірмеген еді. Енді екеуміз бұл оқиғаның бел ортасында жүретін болдық. Құдайым-ай, менің Угандадан келгеніме 3 апта болды. Шотландиядан коттедж жалдап қана үлгердім. Келісім шартқа отырдым, тағы сондай бірдеңелер. Міне, солай. Сіздің де бүкіл жоспарларыңыз быт-шыт болған шығар. Жоға, менің кәсібім, сондай мен журналистпін ғой, Дейли газетте қызмет істеймін. Иә, әрине, сіз ол туралы айтқансыз. Айтпақшы, мұнда бір жұмыс бар. Сіз көмектесе алмас па екенсіз? Қуана көмектесемін. Бірақ тәуекел жасайтын жұмыс. Сіз оған қалай қарайсыз? Қандай тәуекел? Мен сізді Биллингерге апарамын, міне сондай тәуекел керек болған. Сіз ол туралы естіп пе едіңіз? Жоқ. Рахым етіңіз, жас жігіт, сіз қандай әлемде жүрсіз? Сэр Джон Биллингер, біздің ең үздік жокей. Тегіс жолда мен оған жете аламын, ал кедергімен жарысатын бәйгеде ол мені бірден артта қалдырады. Міне бұлай Биллингердің дайындығы аяқталғаннан кейін ол ішуді бастайды. Мұны ол орташа шаршаудан сейілу деп атайды. Сейсенбі күні ол өліп тұрып ішкен, әлі күнге дейін құтырынып жүр. Оның бөлмесі менің бөлмемнің үстінде орналасқан. Дәрігерлердің айтуынша, егер оны күштеп болса да тамақтандыру қажет демесеңіз, оған келер басқадай онша қауіп жоқ. Бұл джентльмен оқталған револьверін төсекте өзімен бірге алып жатады, және оған бірінші болып кірген 6 адамның бәрін де атып тастаудан тайынбайды. Осыған байланысты оның қызметшілері ереуілге шыққан болатын. Айта кетейін, жалпы Джон ынтымақшыл адам емес, сонымен қатар, ол құралайды көзден ататын мерген, демек, үлкен ұлттық жүлдені жеңіп алған жокейдің осындай абыройсыз өліммен өлуіне жол бермеуіміз керек қой. Солай емес пе? Ал сіз қалай оның алдын алғыңыз келеді? Оған екеуміздің бірге барғанымыз дұрыс сияқты. Ол қазір ұйықтап жатқан шығар. Көп болса, біреуіміз жараланармыз, оның есесіне біріміз оны бағындыра аламыз ғой. Егер біз оның қолын диванның белдігімен байлап, сосын тез дәрігер шақыратын болсақ, онда ол бізбен бірге отырып тамақтанар еді. Адамның басына кенеттен осындай міндет артылса, оған қуана қою қиын шығар. Мен өзімді ондай батырмын деп ойламаймын. Барлық жаңа, бұрыннан беймәлім нәрсе мен үшін өзіме таныс нәрседен гөрі қашанда әлдеқайда қорқынышты. Бұл да таза ирландиялық елестетуімнің қасиеті. Екінші жағынан мен әрқашан өзімді қорқақтығым үшін біреудің масқаралықпен айыптауынан өлердей қорқатынмын. Өйткені мені бала жасымнан солай етіп тәрбиелеген болатын. Егер кім менің батылдығыма күмәнданатын болса, мен жердің астына кіріп кетуге бар едім. Бұл менің батылдығымнан емес, қорқақ атанғым келмеген, мақтаныш пен қорқыныштан болатын. Сондықтан жоғары бөлмедегі мастықтан есінен адасқан жындымен бетпе-бет келу деген ойдан шошып кетсем де, өзімді өзім қолға алып, келісімімді беруге батылым жетті. Лорд Рокстон алдымызда тұрған қатерді түсіндіре бастап еді, бірақ оны тыңдап тұра беруге менің шыдамым жетпеді. Құр сөзбен іс бітпейді, дедім мен. Кеттік онда. Мен орнымнан тұрдым.
Менің артымнан ол да орнынан көтерілді. Сосын ақырын күлді де, жұдырығымен кеудемнен бір-екі түртіп қойып, қайтадан орнына отырды. Жарайды, жігітім, жарайсың. Мен оған таңдана қарадым. Бүгін таңертең менің өзім Джон Биллингерде болғанмын. Ол бар болғаны менің киманомды ғана атты. Құдайға шүкір, қолдары қалтырап тұрды. Бірақ біз әйтеуір оған бағындырғыш көйлекті кигіздік. Енді бірнеше күннен кейін онда бәрі орнына келеді. Сіз маған ренжіп қалған жоқсыз ба, көгершінім? Екеуміздің арамызда қалсын. Оңтүстік Америкаға баратын бұл экспедиция өте маңызды жұмыс және менің қасымда өте сенімді адам болғанын қалаймын. Сол себепті мен сізге осындай емтихан дайындағанмын, сіз одан сүрінбей өттіңіз. Сіз түсінесіз ғой, біздің тек өзімізге ғана сенуімізге тура келеді. Сондықтан Саммерли қарияға бірінші қадамынан бастап күтуші керек болады. Айтпақшы, сіз әлгі регбиден біріншілікте Ирландия командасында ойнайтын Мелоун емессіз бе? Иә, бірақ қосымша құрамдамын. Бәсе, сізді бір жерден көрген секілдімін. Сіздің ричмондтықтармен кездесулеріңіз бүкіл маусымдағы ең жақсы ойын болды. Мен регбиден бірде-бір жарысты жібермей көруге тырысамын. Шынында да, бұл нағыз ер адамның спорты ғой. Мен сізді регби туралы сөйлесуге шақырған жоқпын. Жұмысымызға келейік. Міне, мына жерде, Таймстың бірінші бетінде кеме рейстерінің кестесі бар. Кеме парадан келесі сәрсенбіде аттанады. Егер сіз профессор екеуіңіз жиналып үлгерсеңіздер, біз осы кемемен кетер едік. Сіз бұған не айтасыз? Тамаша, мен онымен барлық жағынан келісетін боламын. Ал сізде құрал жабдықтардан не бар? Онымен менің газетім айналысады. Сіз аталасыз ба? Аймақтық әскердегі орташа атқыштың деңгейінде. Тек сол ма? Құдайым-ай. Жастар, сіздер оған онша көңіл бөлмейсіздер ғой. Араның бәрі шағуы керек, әйтпесе ұясын қорғай алмайды. Сіз менің сөздерімді есіңізге аларсыз. Сізге біреу бал алу үшін келгенде, оны қарсы алуға дайын болуыңыз керек. Жоқ, оңтүстік Америкада қаруды қолдана білу керек. Өйткені, егер біздің профессор Суайт әрі жынды болмаса, бізді талай қызықты оқиғалар күтіп тұр. Сіздің қаруыңыз қандай? Лорд Ракстон еменнен жасалған шкафына барып, есігін ашты. Оның арғы жағынан органның түтіктері секілді, қаз-қатар қойылған металы жылтыраған мылтықтың оқпанына көзім түсті. Қазір көрелік, мен өз арсеналымнан сізге нені ұсына алар екенмін деді лорд Ракстон. Ол керемет қарулардың бірінен соң бірін қолына алып, затворын. Қайырып мейірімді ананың өз баласына қарағандай мейірлене қарап қайтадан орнына қойды. Бұл Блант 577 Оксид Экспресс. Мұнымен мен анау алыпты сұлатқанмын. Ол ақ мүйіз тұмсықтың басына қарады. Егер мен оған 10 қадам жақын тұрғанымда, ол менімен өзінің жидасын толтырған болар еді. Сіз Гордонды жақсы білетін шығарсыз деп ойлаймын. Менің тағдырым оққа бағынышты, ал оқ тең емес ұрыстағы қалқан. Бұл атты, мылтықты және соның екеуінде ұстай білетіндерді жырлаған ақын. Міне, тағы бір пайдалы нәрсе, телескопиялық көздеуіш, 2 еселенген эжектор, керемет көздегіш. 3 жыл. Бұрын менің мұнымен перулік құлиеленушілерге қарсы тұруыма тура келді. Ол жерлерде мені Құдайдың қаһары атады. Бірақ сіз менің есімімді ешбір кек кітаптан таба алмайсыз. Көгершінім, өзімізге деген құрметімізді жоғалтпас үшін, біздің әрқайсымыздың адам құқықтары мен әділетті қорғауға міндетті болатын кездері болады. Міне, мен неліктен сол жақта қорқыныш пен тәуекелге қарамастан соғыс секілді әрекеттерге қатыстым. Өзім бастадым, өзім соғыстым, және өзім ақырына жеткіздім. Әрбір өлтіргенім ажал құшқан, арамза. Қараңызшы, бейне бір баспалдақ сияқты. Ең үлкен ісім Путумайо өзенінің арғы жағындағы ірі құл иеленушілердің бірі Педро Лопесті атып өлтіргеннен кейін басталды. Міне, мынау сізге жарайды. Ол шкафтан күміспен өрнектелген тамаша мылтықты алып шықты. Көздеуші өте дәл, магазиніне 5 патрон сияды. Оған өз өміріңізді сеніп тапсыруыңызға болады. Лорд Ракстон мылтықты маған берді де, шкафты жапты. Айтпақшы, деді ол, қайтадан орындыққа отырып жатып, сіз әлгі профессор Челленджер туралы не білесіз? Оны бүгін өмірімде бірінші рет көрдім. Мен де? Екеуміздің ешбір таныс емес адамның сөзіне сеніп, саяхатқа кетіп бара жатқанымыз қызық екен. Шамасы, ол мейлінше арсыз адам болса керек және ғылымдағы бауырларының сенімін пайдаланғысы келмейтін сияқты. Сіз бұған неге қызығушылық танытып отырсыз? Мен бүгін таңертеңгі болған оқиғалар туралы қысқаша баяндап бердім.
Лорд Ракстон мені мұқият тыңдады да, оңтүстік Американың картасын столдың үстіне жайып тастады. Челленджер шындықты, таза шындықты айтып отыр, деді ол салмақты түрде. Мен мұны білгеннен айтып отырмын. Оңтүстік Америка менің жақсы көретін елім, ал егер, айталып, оны Дарien шығанағынан бастап отты жерге дейін жүріп өтсеңіз, онда бұдан артық керемет жер таба алмайсыз. Жұрт бұл ел туралы аз біледі, ал оны қандай болашақ күтіп тұрғанын ешкім де білмейді. Мен оңтүстік Американы бойлап та, көлденеңнен де аралап шықтым. Құрғақшылық кездерінде жаңа ғана өзіңізге айтып өткен құл иеленушілермен соғысатын жерлерде де болдым. Иә, шынында да мен сол жерден көптеген түрлі аңыздар естідім. Мұның бәрі үндістердің аңыздары болғанмен, оның астарында бірдеңе жатқаны анық. Оңтүстік Американы неғұрлым жақынырақ білсең, достым, бұл елде бәрі де мүмкін екеніне көзің жете түседі. Онда адамдар тар өзен аңғарлармен жылжиды, ал бұл аңғарлардың артында тылсым жұмбақтар басталады. 9 бөлімнің соңы.